Әлемде неше түрлі қызықты оқиғалар орын алады. Кейде жануарлар мен құстар адамдарға қарағанда бауырмашыл болып келеді. Бүгін біздің оқиғамыздың басты кейіпкерлері қаз бен күшік. Біз тағы да әр түрлі жануарлар болса да, олардың араларында мықты достық орнауы мүмкін екенінің куәгері болдық. Барлығы былай болған. Көшеде үйсіз қалған ит қатты суықтан жаурап отырған. Мүмкін оны анасы тастап кеткен, мүмкін өзі адасып кеткен болар. Егер қасынан қаз өтпегенде, күшіктің ары қарайғы өмірі не болатынын ешкімге белгісіз болатын еді. Қасынан өткен қаз, күшіктің жаурап, жылы жер таппай тұрғанын дереу түсініп, қасына жақындап қауырсындармен оны орап алады. Күшікке расымен де жылынып, ал қасынан өткен өткінші жасаған фото интернет беттерімен таралып, әлеуметтік желіде жұлдызды фотоға айналады. Бірақ күшіктің ары қарайғы өмірі белгісіз. Бірақ біз танымал болған суреттің арқасында күшік өзіне ары қарай үй таба алған болар деп үміттенеміз. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге оқиғалар.